Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай жеңіл және де өте тез дайындалатын салат жасаймыз. Кез келген тағамның қасына берсеңіз болады. Бізге қажет болады сәбіз. Бір үлкен сәбіз алсаңыз жеткілікті. Свежий капуста 40 қабат қажет. Оны да ұсақтап тураймыз. Жіңішке қылып, яғни. Және қызыл қылша қажет, бұл піспеген. Оны да теркадан өткіземін. Және барлығын араластырып бір ыдысқа жинаймыз. Кез келген зелень қолдансаңыз болады. Мен укроп қолданамын. Петрушка болсын, кинза болсын. Кинза болса тіпті керемет дәм болады. Мендегі дәмдеуіш бұлар кориандр, кептірілген чеснок, жарты қасық тұз, қара бұрыш және кішкене қызыл бұрыш. Және де майды қыздырып дайындап тұру керек. Қыздырылған майды қосамыз, жақсылап араластырып жібереміз. Осымен біздің салатымыз дайын. Дастарханға бере берсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.